Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы етістік. Оқу мақсаты дара және күрделі зат есім, сан есім, етістікті анықтау. Етістік туралы түсінік алайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерді етістік деп атаймыз. Яғни етістік сөздері іс-әрекетті, қимылды білдіріп тұрады. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Оқулығыңдағы 71-ші бетке назар аудар. Суретке қара. Балалар көшет отырғызды. Балалар не істеді? Отырғызды. Іс-әрекет қимылды білдіріп тұрған сөз отырғызды. Не істеді? Отырғызды. Етістік болады. Енді осы іс-әрекетті жасап тұрған, отырғызып тұрған кімдер? Балалар. Кімдер? Балалар зат есім болады. Іс-әрекеттің иесі зат есім болады, ал қимыл балалардікі, яғни олар отырғызды. Бұл отырғызды сөзі етістік болады. Айбек пен Нұрлан ұя жасады. Айбек пен Нұрлан не істеді, немесе не қылды? Ұя жасады. Іс-әрекет ұя жасады. Ұя жасады етістік сөзі. Ұя жасаған кімдер? Яғни іс-әрекет иесі кімдер? Айбек пен Нұрлан. Ол зат есім болады. Аян атын суарды. Аян не істеді? Қайтты. Суарды. Етістік сөзі суарды. Суарды кім? Аян. Кім? Аян. Зат есім болады. Бұл жерде етістік сөздері, қимыл іс-әрекет сөздері зат есіммен байланысып тұр. Яғни зат есім мен етістік арасында байланыс орнаған. Мысалы, өзіңнің күнделікті өміріңнен бір мысал келтірейік. Біз далаға ойнадық. Қимылды білдіріп тұрған сөз ойнадық. Не істедік? Ойнадық. Етістік болады. Ойнады. Кімдер ойнады? Біз. Біз зат есім болады. Кімдер? Біз. Немесе тағы бір мысал. Мысық сүт ішті. Қимылды білдіріп тұрған сөз ішті. Не істеді? Ішті. Етістік. Ішті. Не? Мысық. Не сұрағына жауап бергендіктен ол зат есім болады. Мысыққа кім деп сұрақ қоймаймыз. Себебі ол адам емес. Қазақ тілінде адамға ғана кім-кімдер деген сұрақ қойылады. Ал жануарларға, заттарға, басқа денелердің барлығына да нелер деген сұрақтар қойылатынын есіңе түсір. Оқулығыңның 72-ші бетін аш. Екінші жаттығуға қара. Сөйлемдерді қатесін түзетіп жаз. Жаттығуды оқып шық. Қате етістіктерді өз сәйкесінше дұрыстап жазып көшір. Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Ойлан, жауап бер. Ереже. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қоямыз. Мысалы, не істеді? Өсті. Не қылды? Ойнады. Қайтты? Сайрады. Есіңе сақта, қазақ тілінде етістік сөздері сөйлем соңында тұрып, ойды тиянақтайды екен. Егерде етістікті айтпайтын болсақ, біз ойымызы жинақтап жеткізе алмас едік. Сондықтан да етістік бізге өте қажет сөз табы екен. Етістік ылғи да қазақ тілінде
сөйлемнің ең соңында тұрады. Кейде ол жалғыз сөз болады, кейде 2 немесе 3 сөздің тобынан тұруы мүмкін. Егерде етістік дара бір сөзден тұратын болса, онда оны дара етістік деп айтады. Егерде етістік 2 немесе 3 сөзден жасалса, оны күрделі етістік деп айтамыз. Күрделі етістік туралы алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Бүгінше дара етістікпен жұмыс жасайық. 72-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назар аудар. Ауызша орындаймыз. Тыңда. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Мәтін не туралы? Қайың ағашы туралы. Қайың ағашы қайда өседі екен? Тегіс және таулы жерлерде өседі екен. Қайың ағашынан түрлі үй жиһаздары, яғни үстелдер, шкафтар, сөрелер жасалады екен. Оның майымен былғары өңделеді. Былғары дегеніміз ол тері. Теріден түрлі бұйымдар тігіледі. Қайыңның тағы бір қасиеті, ол улы газдарды өткізбейді екен. Қайың ағашы аса пайдалы ағаш. Біздің Атырау өңірінде қайың ағашы өспейді. Солтүстік және оңтүстік өңірлерде бұл ағаш әппақ, биік, керемет сұлулығымен таң қалдырады. Тіпті қайыңнан тұратын ормандар да бар. Енді осы мәтіндегі етістіктерді табайық. Бірінші сөйлемді оқимын. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Не істейді? Өседі. Етістік өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Не қылады? Жасалады. Етістік жасалады. Іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Қайтеді? Өңделеді. Етістік сөзі өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Не істейді? Өткізбейді. Іс-әрекетті білдіріп тұрған сөз өткізбейді. Міне, біз етістіктерді таптық. Сонымен етістік іс-әрекет қимылды білдіріп, сөйлемнің соңында тұрады екен. Астын 2 түзу сызықпен сызамыз. Үйренген білімімізді тиянақтау үшін, өткенді және есімізге түсіру үшін, төменде берілген сөйлемдерді көшіріп жазып, оның ішінен зат есімді, сан есімді және етістіктерді тауып астын сызамыз. Зат есімді 1 сызықпен сызайық. Етістікті 2 сызықпен сызамыз. Сан есімді 2 сызықпен сызамыз. Қолыңа қара қарындашыңды ал. 2 бала тоғайға барды. Не істеді? Барды. Қимылды білдіріп тұрған сөз барды. Етістік астын 2 сызықпен сызамыз. Барды кім? Бала зат есім. Яғни барған балалар ғой. Бала астын 1 сызықпен сызамыз. Неше бала? 2 бала. Сан есім астын 2 сызықпен сызамыз. Енді қалған сөйлемдерді осы үйренгендеріңді пайдалана отырып, өз бетіңше орында. Дара зат есім, күрделі зат есім. Дара сан есім, күрделі сан есім. Дара етістік, күрделі етістік. Бұрынғы білетін біліктерімізге сүйене отырып, төменде берілген бірнеше сөздерді өз орнына сәйкестендіріп жазамыз.
дара зат есім ол тек бір түбірден жасалады. Ал күрделі зат есім екі түбірден жасалады. Дара сан есім бір түбірден жасалады. Күрделі сан есім екі түбірден жасалады. Дара етістік бір сөзден тұрады. Күрделі етістік екі немесе үш сөзден тұрады. Осы айтқандарды түсіне отырып, жаттығуды орында.